Сәлем достар, біз бәріміз күнделікті өмірде смартфон қолданамыз. Ол болмаса бір нәрсе жетпей тұратын сияқты. Ал керек кезде оның батареясы отырып қалса ыңғайсыздық тудырады. Қазір мен сіздерге батареяның тез отыруының 5 себебін және оның алдын алу үшін не істеу керек екені туралы айтамын. Кеттік. Бірінші себеп экран жарығының максималды 100%-те қолданылуы. Бұл жағдайда экран батареяның көп қуатын жұмсайды. Шешімі қандай? Баптаулар арқылы жарық мөлшерін автоматты режимге ауыстырыңыз. Екінші себеп, егер сіз смартфонда ойын ойнағанды жақсы көрсеңіз, ол батареяның қанша екенін біліңіз. Сондықтан ойында ұзақ ойнамау керек. Егер шыдай алмай бара жатсаңыз, ойынның графикасын төменгі талаптарға ауыстырыңыз. Үшінші себеп, қосымша модульдердің қажет болмаса да іске қосылып тұруы. Мәселен, сіз смартфонның мобильді интернетін пайдалансаңыз, онда Wi-Fi модульді қолданудың еш қажеті жоқ. Керісінше, үйде не басқа жерде Wi-Fi интернетке ұзақ уақыт қосылып отырсаңыз, мобильді интернетті ажырату керек. Сол сияқты Bluetooth, GPS модульдер қажет болмаса өшіріп тастау керек. Төртінші себеп қосымшалардың фондық, яғни жасырын режимде жұмыс істеуі. Егер смартфонды пайдаланбасаңыз да батареясының тез отыратынын байқасаңыз, себеп қосымшаларда болуы мүмкін. Мәселені шешу үшін батареяның баптауларына кіріп, оның қуатын қандай қосымшалар пайдаланатынын көріңіз. Керек еместердің жұмысын мәжбүрлеп тоқтатуға болады. Бесінші соңғы себеп смартфондарда вирустардың болуы. Егер Play Market'те немесе App Store'дан сенімсіз қосымшаларды жүктесеңіз, немесе браузердің күмәнді сайттарға кірсеңіз, телефоныңызға вирустардың кіріп кетуі әбден мүмкін. Оның алдын алу үшін қосымшаларды сенімді ресми құрастырушылардан жүктеңіз және смартфонға антивирус орнатыңыз. Сонымен достар, смартфонды қалай зарядтау керек? Біріншіден, батарея қуатын 20%-тен азайтпай зарядтап отырыңыз. Екіншіден, смартфонды ұзақ уақыт тоқ көзіне қосып зарядтамаңыз. Үшіншіден, аптасына 1-2 рет батареяны соңына дейін тауысып, қайта 100%-ке дейін толтырып отырыңыз. Осы кеңестерді ескерсеңіз, смартфон сізге ұзақ уақыт қызмет етеді. Сіздермен болған қазір ревью арнасы. Осы бейнеролик сіздерге пайдалы болды деп есептейміз. Лайк басып, басқа адамдармен бөлісіңіз.